Қайырлы күн, құрметті менің YouTube каналымның көрермендері. Сіздермен бірге Жазия Сұлтанбекқызы, психосоматолог маманмын. Біз WhatsApp'та группа ашып, топ ашып, осы диагноздардың психосоматикасы туралы сұрақтар қойдым мен өзім. Соның ішінде қандай диагноздарға талдау жасайық деген кезде осы буын ауруларына деген сұраныс болды. Сол үшін осы сабақты түсірейін деп шештім. Енді буын ауырса денеңіз не айтып тұр дейді. Буын дегенді білеміз, иә? Адамға қимыл, іс, әрекет жасауды бейімдейтін мүшелеріміз, иә? Енді психосоматиканы дегенді білесіздер өздеріңіз, психика және дене деген. Яғни психикамызда болып жатқан құбылыстарға біздің денеміз реакция береді. Енді ойдың денсаулыққа әсері, буын ауруы және психосоматикасы. Кеттік, олай болса ары қарай талдайтын боламыз. Ең алдымен маңызды, буыныңыз ауырса, міндетті түрде медициналық тексеруден өтіңіз, және де денеңізді тексертіңіз, ішкі күйіңізді де тыңдаңыз. Егер екі жақты жұмыс жасасаңыз, нәтиже жақсырақ болады, тезірек болады. Мен өзім 3-4 жылдан бері осындай адамдармен разбор консультациялар жасаймын және де терапиялар өткіземін. Сода байқағаным 4-5 адам болды осындай буындары ауыратын, кішкене қисайған кісілер болды да. Олардың арасында бір ұқсастық болды. Олардың барлығында мен епсізбін, қолымнан келмейді, мен дұрыс істей алмаймын деген ойлары болды барлығында. Яғни өздері туралы ойлары болар адамдардың. Иә, ебедейсізбін, мен бірдеңе істесем дым дұрыс болмайды деген. Және де олардың барлығы дерлік жұмыс жасай алмайды, ақша таба алмайды. Енді сіздерде осындай ойлар бар ма? Егер бар болса, ары қарай қараймыз. Енді қолымнан келмейді деген ой, адам өзіне күн сайын осы ойды ойлай берсе, айта берсе, сене бастайды соған. Сосын мен істей алмаймын дейді, сосын ешқандай істемейді ол адам, және өзіне сенімсіздігі кетеді, сенбей қалады өзіне. Одан ары қарай қорқыныш болады, және стресс кетсе де, бұлай кете берсем не болады, әлде қалай болып қалады деген қорқыныштары көбейе бастайды. Және өзін құнсыздандыра бастайды ондай адамдар. Сосын әрекеттер шектеліп қалады. Яғни ештеңе істемей қояды. Бәрі менің қолымнан келмейді, мен епсізбін деп білдірем деген сияқты. Енді осы мен епсізбін, қолымнан келмейді, жасай алмаймын, дұрыс жасамаймын деген ойларды адам ойлай бергенде, осыған сеніп қалғанда, айта бергенде оған денесі реакция көрсетеді. Дене, мынаған осы нәрсе керек екен ғой бұл адамға деп естиді, ол өзін өзі істен шығара бастайды. Яғни буындарды одан ары қисайта бастайды. Одан ары жаңағыдай епсіз, ештеңені ұстай алмайтындай қыла бастайды да. Енді сіз ойлаңызшы, өмірде қай жерде икемді болу маған қиын. Яғни мен не нәрсені қабылдай алмай жүрмін. Мысалы, ол отбасындағы бір жағдайлар болуы мүмкін, иә. Жаңағы үнемі күйеуімен ұрыс-керіс болады. Сол кезде не қылады адам? Мен осыны дұрыстай алмадым, менің қолымнан келмеді, мені жаңағы бұл сыйламады деп еш қабылдай алмай, жаңағы күйеуін кінәлап жүреді, осының кесірінен болды деп. Және де күйеулері мысалы бір ойын ойнай ма, әйтеуір қарызға кіріп кеткен болады, тапқан табысын бәрін қарызға құятын. Соны да ол іштей қарсыласып қабылдай алмай, сен үйтпегенде бұлай болмайтын еді, сен бүйтпегенде ондай болмайтын еді деп, іштей өзінен өзі жаңа адамға ренжіп, өзін өзі уайымға тығып, стресске тығып жүрді. Иә, ол дұрыс емес, бірақтан да
ол нәрсені өйтіп айта бергеннен, ойлай бергеннен ешқандай жақсы нәрсе болмайды, керісінше өзіңізге зиян тиеді да бұл жерде. Және баламен да бір нәрсе болуы мүмкін, иә, дұрыс емес әрекет жасаған болуы мүмкін бала. Енді өмірде әртүрлі ситуация бар. Енді осы жерде сіз бір өзіңіз ойланып көріңіз. Мен қандай нәрсені қабылдай алмай жүрмін деп. Немесе кімнің сөзін. Өзіңізге енді мына сұрақтарды қойып көріңіз. Қай жерде өзімді дәрменсіз сезінемін, қай жерде қолымнан келмейді деймін, қай өзгерісті қабылдау қиын, қай жерде өзімді тоқтатып жүрмін, иә, қай жерде өзім дәрменсіз сезініп жүрмін, яғни өзіңізді әлсіз сезініп жүрген қандай не бар, ситуация бар. Қолымнан келмейді деп нені айтып жүрмін, жұмыс жасауды ма, ақша табуды ма? Енді бұл сұрақтарға жауап сіздің ішіңізден шығады да. Бірінші келген жауап сол сіздің жауабыңыз. Қандай өзгерісті қабылдау қиын болып жатыр, иә? Жаңа қандай оқиғаны немесе кімді қабылдай алмай жүрсіз? Қандай іс мені тоқтатып жүр? Мысалы, бір бизнес жасағыңыз келеді, иә? Немесе бір жұмысыңызды ауыстырғыңыз келеді, бірақ сіз оны істей алмай жүрсіз да. Міне осы кезде адамның буыны ауырып бастайды. Барлығын қағазға жазып шығыңыз және жаңағы теріс ойларды барлығын дұрыс ойға алмастырып шығыңыз. Ойды қалай өзгертеміз, енді қалай алмастырамыз? Мысалы, менің қолымнан келмейді деген ойыңыз бар, иә? Міне осыны мен үйреніп келе жатырмын, мен үйрене аламын, бірден мінсіз болу міндетті емес, қате болса ол опыт болады, кішкентай қадам да алға жылжу, мен үйрене аламын деп өзгертеміз. Жаңа епсізбін деген ой болуы мүмкін, иә? Мен ептімін, менің қолымнан келеді, мен жасай аламын деп ол ойларды да дұрыс ойға ауыстырамыз. Енді одан кейін бір ғана ауыстырып қоймаймыз, оны жазамыз қайта-қайта, оқимыз, сосын мына ой келіп қалса, мысалы, менің қолымнан келмейді деген ой келіп қалған кезде, біз ол ойды тез ауыстырамыз. Менің қолымнан келеді, мен жасай аламын, мен үйренемін деп ауыстырамыз да, осы ойларды қайталап оқимыз, айтамыз, ойлаймыз. Сол кезде біздің миымызда жаңа нейрондық байланыс пайда болады. Сөйтіп бізде енді мына ой, менің қолымнан келмейді, епсізбін деген ойлар келмейтін болады бізге. Бізге енді мен үйренемін, қолымнан келеді деген ой келетін болады өзіміз туралы. Содан кейін ол ойлар да біздің миымызға сене бастайды. Содан кейін біздің денсаулығымыз жақсарады. Яғни мына жерде де жазылған, қолымнан біртіндеп келеді, денемді тыңдай бастаймын деген. Сөйтіп біздің денеміздегі диагноздар кете бастайды, жақсара бастайды. Сосын істеріміз де алға басады. Яғни жұмысқа тұруымыз мүмкін, немесе бір өзіміздің ісімізді бастап кетеміз, немесе жақсы жұмысқа ауысамыз. Енді практикалық жаттығу тағы да біреу. Қағазға жазамыз. Мен өзім туралы жиі ойлаймын. Сіз өзіңіз туралы жиі не ойлайсыз? Жаңағыдай қате ой болса, мысалы, қолымнан келмейді, иә, позор болам деген сияқты жазыңыз, бірақ оны оң ойға ауыстырып тағы да қасына жазып қойыңыз. Мен қолымнан келмейді деп ойлайтыным не? Ақша табу ма, бизнес бастау ма, иә? Жазасыз, бірақ оң дұрыс ойға ауыстырамыз. Мен өзімді епсіз сезінетін жағдай не? Сұрайсыз, жауабын жазасыз да, оны да дұрыс ойға ауыстырасыз, және соны күнделікті жазып оқитын боласыз. Сол кезде барып, яғни өзіңмен жұмыс жасау деген осы да, осы ойымызды, сөзімізді ауыстырамыз. Ол үшін әрекет жасаймыз күнде. Кемі 21 күн, немесе 30 күн, қашан біздің ойымыз толық дұрыс ойға ауысқанша жасаймыз. Енді қорытындылаймыз сабақты. Денеңізді тыңдаңыз, өзіңіз туралы жақсы ойлап, жақсы сөз айтып жүріңіз. Міндетті түрде әр сөзіміздің қуаты бар біздің, иә. Буын ауырса, өзіңізді кінәламаңыз ешқандай да. Себебін зерттеңіз, денеңізде ішкі күйіңізге де көңіл бөліңіз.
осы сабақты қайталап көріңіз және де тапсырмаларды орындаңыз. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазыңыз, лайк басыңыз. Алдағы уақытта тағы да диагноздарды талдайтын боламыз. Каналыма жазылып қойыңыз. Және де WhatsApp-қа жазыңыз, сізге де жеке талдау жасап беретін боламын. Сау болыңыздар.